ертең адам баласы қияметте тау-таудай сауаптармен келеді дейді. Тау-таудай дейді. Мынау мешіт салған, мынау жаңағыдай медресе салған, мынау садақа берген, бәрі сондай тау. Сыртына қарап тұрсаң, субханалла, мынау жәннатқа кіретін адам секілді деп ойлайды дейді. Сондай амалдармен. Бірақ енді есепке келген кезде бітті. Таудың бәрі парша-парша ұшып кетеді. Біреуінде рия, біреуінде адам естісін деген ниеті болған, біреуінде рия болған, біреуінде анау болған, мынау болған. Біреуінде адамдардың көзінше о деп тақуа алып көрген, жалғыз қалған кезде күнә жасаған. Адамдардың көзінше тақуа күшті, машалла. Бірақ өзі түнде қалған кезде, жалғыз қалған кезде Алладан қорықпайтын күнәлар жасаған. Оның сол бүткіл таудай несі парша-парша болып шығып кетеді екен. Оны тек Алла ғана біледі, ешкім білмейді да. Неге? Сондықтан айтады да, қазірден бастап дайындалайық дейді. Сондай Алламен мәмілені дұрыстауға біздер дайындалуымыз керек дейді. Алламен. Басқа ешкіммен керек емес. Алламен мәмілеміз дұрыстаса дейді. Бұл Алла Тағала сенің басқа адамдармен мәмілені дұрыс қылады. Адам үшін өмір сүрудің қажеті жоқ. Адам дейді, анау не дейді, мынау не дейді деп. Кімде-кім Алламен мәмілесі дұрыс, ол адам бұл дүниеде де, ақиретте де Алла Тағала оны сақтап қояды, қорғап қояды да.